ay boydan günü var. Su ağadı arıdan, kız saraydı şarıktan, sihirledim betinden, yalamır kalırdan. Oyga varsan oy degesin, kırga varsan koy sevmesin, ötüp git al bestirden, hayran jastı ol sevgin. Бүгінгі тойымыздың басын қарттар, қариялар қауымының тамаша тілегімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Олай болса да енді алыстан ат терлетіп келіп жатқан құда-құдағиларымызды бастап сөз сөйлемей, әулеттің үлкендеріне, ата-апаларымызға құрмет қошеметімізбен сөз кезегін берсек, Құда әнге терледі ғой дей ма? Бәрекелді, алаңдарды ақтағай, мінекей сөз маржанын құрайын, шалқып тасып тұрайын. Аға, бір минут, аға. Аға, бір минут, аға. Құдағи, апамыз айтып жатыр ғой жаңағы. Жартылай қазақша, жартылай орысша айта берсем бола ма деп, апа, бізде жартылай қазақша, жартылай орысша басқара береміз. Бірақ орысша білетіміз спасибодан басқа ештеңе білмейміз. Бәрекелді, тілектеріңіз апа, періштенің құлағына тие берсін, тие берсін. Немере шөберелеріңіз алдарыңызға сие берсін, сие берсін. Әрдайым бала-шаға немере шөбере чидау кеп, құшақтарына басып, маңдайларыңыздан естіп, беттеріңізден сие берсін, сие берсін. Жер бетінде қанша байырып бақыт болатын болса, Алла тағалам соның бәрін бастарыңызға, жанұяларыңызға аямай тие берсін, тие берсін. Шапалақ ұрмағандардың іштері кие берсін. Рахмет жауап. Шамадаларға неме? Жоқ, арза болса сөйтеді. Сөйте бере ма? Біраздан кейін бекітейік, ана, бір қағаздарын шыға ма бейті? Бір апам пошталар пенсия алып ғой. Сөйтсек жаңаға апам 3 пыштығып қол қойып пенсиясын алып атса, 2 жас кассир қыз ойбырмай, мына апамның қолы не деген қызық деп, 1 ай өтеді апам жоқ, 2 ай өтеді апам жоқ, 5 ай дегенде апам поштаға кеп, 4 пыштығып қол қойып пенсиясын алып атса, 2 жас кассир қыз айтады дейді, апау, өткенде сіздің қолыңыз 3 пыштық, мынау 4 пыштығы десе жаңа апам айтады дейді, әй қарағым, басқа жалға дейіп, фамилиям өзгеріп атады. Бәрекелді, сол айтпақшы, бірде бір апамыз жол бойынша такси тоқтатып тұрған ғой. Сөйтсе, жаңа бір мәшіне қатты келатқан, алып жатқан жас бала қазақтың баласы. Апамызға бек жұдырығын көрсеткен. Содан жаңа апамы ашуланып кеткен, ойбырмай мына қазақтың балалары қарияларын сыйламай қайтеді. Жұдырығын көрсеткен десе, апамы ашуланып кеткен, мә деп жіберген ол аға. Содан ана мәшіне тоқтай алмай, аяқтан айналып кетіп ұрсып жатыр дейді. Апау, үлкенсіз қой, қариясыз қой, мынауыңыз ұят қой. Мен сізге бүйкеп көрсеткенім, апа, біз төрдеміз толықпыз ғой десе апам айтады дейді. Әй қарағым, сен төрде толық болсаң мені 5-ші қыстыра кетші деген. Негізі мен өзім күнтуге жиемін, арғынға күйеуімін, қиссіз күлмекке жақсы демекші, бірден арғын мен күнту соттасып жатыр дейді. Сөйтсе, ел ұш ойбырмай, екеуі де сотқа кіріп кеткен, 1 сағат өтеді жоқ, 2 сағат өтеді жоқ, 3 сағат дейінде арғын мен күнту шығып берсе, ел жүгіріп барып басса ойбырмай, екеуің де мықтелсің, қайсың жеңдің десе, арғын мен күнту маңдай тер сөктір, ұякен соттың өзін 5 жылға соттап жетті. Сол айтпақшы, мұна әйелім арғын болғаннан бірдеңе жұғып кеткен ба, ала берген келеді деген.